Assalamu alaikum, баршаңызға арнайы қош келдіңіздер. Халықаралық Amnesty International құқық қорғау ұйымы Қытайдың Шинжаң аймағындағы мұсылмандарды жүйелі түрде мемлекеттің ұйымдастыруымен жаппай қамау, ұрып-соғу және қудалау әрекеттері адамзатқа қарсы қылмыспен пара-пар деп мәлімдеді. Жарық көрген жаңа есебінде Лондонда орналасқан құқық қорғау ұйымы Қытай басшылығының 2010 жылдан бері жүргізіп жатқан ұйғыр, қазақ, қырғыз, өзбек, дүнген, тәжік халықтарын діни дәстүрінен, мәдениетімен, ана тілінен айырып, біртұтас зайырлы Қытай ұлтын қалыптастырып, коммунист партия идеологиясын күшейтіп таңу мақсатындағы шектен шыққан шараларын сынға алады. International ұйымның бас директоры Агнес Калламарт Шинжаңды аса ауқымды көлемдегі нағыз тозақтың өзіне айландыру үшін Қытай коммунист үкіметі террормен күрес деген желеумен мұсылман алшылықтың жүздеген мың өкілін жаппай қамап, азаптап, миллиондаған адамды жүйелі түрде аңдиды деп мәлімдеді. Халықаралық қауымдастық Шинжаңдағы саясаты үшін Пекинге қысымды күшейтті. ақш Қытай коммунист билігінің аймақтағы мұсылмандарға көрсеткен қысастығын сипаттауда геноцид терминін қолданып келеді. Ұйымның есебі бойынша аймақта кемінде 1 миллион мұсылман экстремизммен күрес орталықтарына қамалған. Ал Пекин бұл орындарды адамдарды экстремистік идеялардан арылтып, қоғамға интеграциялайтын білім беру орталығы деп атайды. Бұған қоса құқық қорғау ұйымдары Қытай коммунистік билікті Шинжаңдағы жүздеген мың адамды күштеп қара жұмысқа жекті деп айыптайды. Пекин мұнда жоққа шығарды. Біз соғыстағы дұшпан сияқтымыз. Шинжаңдағы мұсылмандарды жаппай қамау, азаптау және қудалау деп аталған есепте Amnesty International қайта үйрену лагерлеріне іс жүзінде абақтыға қамалған 50-ден астам адамның естелігін келтірді. Amnesty International'дың тұжырымы бойынша қамауда болғандардың бәрі діни тақырыптағы сурет немесе шетелдегі адаммен сөйлескені үшін, яғни заңға қайшы емес әрекетіне бола ұсталған. Олардың көбі полиция бөлімшесінде жолбарыс орындықта отырып тергеледі. Жолбарыс орындық қолмен аяқты қозғалтпай, денені ауыртып ұстап тұратын темір орындық. Полиция бөлімшесінде ұрып-соғу, ұйқыдан айыру және көп адамды тоғыту өте жиі кездесетін көрініс. Тұтқындар тергеу және түрмеге ұқсас лагерлерге жеткізу кезінде басына қап кигізіліп, аяғының кісенделінгенін айтқан. Ал лагерде олардың өмірі шектен тыс реттелген, қарапайым тұрмыстағы әрбір әрекеті белгіленген, ал қимыл қозғалыс үнемі бақыланып, оған баға қойылып отырған. Қамаудағылардың жеке өмірі және еркіндік мүлдем болмаған. Түрме қараулылары мен басқа да лауазымды адамдарға Қытай тілінен өзге тілде жауап бергендерді қатаң жазаланып отырған. Әдетте оларды исламнан жерініп, өз тілінен, мәдениетінен бас тартуға және Қытай тілі мен Қытай коммунистік партиясының идеологиясын үйренуге үгіттеген. Тұтқындар іс жүзінде күннің көзін көріп, таза ауада жаттығу жасау үшін далаға мүлдем шықпаған. Amnesty International ұйымы сұхбаттасқан бұрынғы тұтқындардың барлығы лагерде азапталған және қатыгездіктің өзге де түрлерін бастан кешкенін айтқан. Соның ішінде олар күнделікті ұрып-соғу, электрошоктермен тоқ соққызу, жалғыз өзін қамау, ас су бермеу, ұйықтатпау, қатты суыққа тоңызу және шектеудің қатаң түрлерін қолдану сияқты әдістерді пайдаланған. Лагерден босаған соң бұрынғы тұтқындар кемінде бірнеше ай бойы үнемі дерлік электрондық құралдың және адамның бақылауында болған, әрі олардың жүріп-тұру еркіндігі қатты шектелген. Шинжаңда мұсылмандар өз дінін ұстана алмайды. Мұнда негізгі діни және мәдени салт дәстүрлер экстремистік болып танылған деп жазады Amnesty International. Соның кесірінен жұрттың көбі дұға оқуды қойған, исламды ұстанатын айшықтайтын белгілерді көрсетуді қойған. Ал бүкіл Шинжаңдағы мешіттер мен мәдени нысандар құлатылған немесе қызмет түрін өзгерткен. Қытай коммунистік билік Шинжаңдағы адам құқықтарын бұзу фактілерін жасырып жабуға бар күшін салды. Билік шындықты ашық айтқан кез келген адамды қорқытып, үркітеді, қамайды және қорлайды деп жазады Amnesty International. Жүздеген мың тұтқынның тағдыры беймәлім. Олардың көбі қамау лагерлерінде жатса, біраз ұзақ жыл түрме жазасына кесілген, немесе мәжбүрлеп еңбекке жегу орындарына ауыстырылған болуы мүмкін деп жазады Amnesty International. Халайық, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.